Ассалаумалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фируза Мырзаева. Бүгін көкшайдан беттің сепкілін ағартуға жақсы көмектесетін маска көрсететін боламын. Ежелден көкшайдың пайдасы барлығымызға мәлім. Ол ағзаны тазалап, ас қорытуды жақсартады. Қан қысымы жоғарылардың қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Енді бетке де пайдасы өте көп. Соның ішінде қара дақтар мен сепкілдерді бірнеше тонға ағартып бере алады. Және де бетті тегістейді, нәрлендіреді, бетті ағарта алады. Бүгін сіздерге салонный эффект беретін, беттің сепкілін ағартатын керемет нәтижелі маска көрсетпекшімін. Бізге бүкіл үйден табылатын көкшай қажет болады. Көкшайды кофемолкада ұсақтап алуға кеңес етемін. Сонда бетімізге жақсы жағылады. Мен алдын ала ұсақтап дайындап қойғанмын. Міне осындай көкшай, осыны кофемолкада жақсылап ұсақтап аласыздар. Сосын ыдысымызға бір шай қасықтай аламыз. Оған үстіне сүт қосамыз. Негізі сүтпен жақсырақ болады, ал егер сүт жоқ болатын болса, кәдімгі сумен немесе минералды сумен араластырсаңыздар болады. Каша тәрізді болғаннан кейін тазартылған бетімізге жағамыз. 10-15-20 минутқа дейін ұстап, сосын жылы сумен жуып тастаймыз. Бұл масканы қолданған ханымдар бірден керемет отзывтар жазды, салонный эффект береді екен деп. Сіздер де қолданып көріңіздер. Бұл маска бетті ағартады, сепкілдерді жасырады, қара дақтың ағаруына көмектеседі. Өйткені біздің көкшайымызда витамин С өте көп. Сондықтан ол ағаруға жақсы көмегін тигізеді. Аллергия бар ма жоқ па, оны тест арқылы анықтап алыңыздар. Білектеріңізге немесе мойын тұстарыңызға маскадан кішкене жағып 15 минут күтесіздер. Егер қышу, ашу сезімдері байқалатын болса, бұл маска өкінішке орай сіздерге тура келмейді. Ал ешқандай ондай әсер байқалмаса, бұл масканы қолдана беріңіздер. Аптада 2-3 реттен жасасаңыздар болады. Курс бір айды қамтиды. Сосын кішкене араға үзіліс салып, қайтадан жасасаңыздар болады. Міндетті түрде қолданып көріңіздер. Нәтижесімен комментария бөлімінде бөліссеңіздер болады. Сіздермен болған мен Фируза Мырзаева. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта тек пайдалы ақпараттар болатын болады.